Бүгін Алматы қаласында президенттің кортежінен де бағалы қымбат кортеж мынау Дінмұхаммед Қонаев атамыздың автокөлігін сопровождениемен біз бүгін қалада алып жүрейін деп жатырмық. Елге, жерге қызмет еткен атамыз Дінмұхаммед Қонаев атамыз 93 жыл қайтыс болған. Мен 92-де туылғам, бірақ маған бұйырып тұр екен бүгін осы көлікті түсіріп, осы көлікті қалада алып жүру. Мен үшін бұл үлкен мәртебе, бауырлар. Ойлаңызшы, өмірден өткен кезде өзіне сыйға тартқан бір көлігіменен 3 бөлмелі пәтерінен басқа ештеңесі болмаған, текті, мықты, нағыз қолбасшы болған бабамыздың көлігін бүгін майын ауыстырып, жаңағы қысқы сезонға дайындап берейін деп тұрмық. Енді бұл автокөлік өте бір шашылып қалған, сондай нашар жағдайда болған. GT Oil компаниясы осы машинаны восстановить етіп, бәрін реставрация жасап, бүкіл моторының бәрін, енді запчасть табылмайды, бірақ жасап, реттеп істеп берген. Мына қалпақтың өзін Украинадан алдырған. Жоқ бұл қалпақ, өзі 105 қана штук шыққан бұл автокөліктен. Мынаны ұзындығын қараңыздар, ұзындығының өзі 7 метр. Енді қандай таза президентский машина ғой. Мынаның іші енді корабль ғой, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мынау не ол, стол ма деп басында таңғалдым. Сөйтсем, дополнительно егер адамдар мысалы болатын болса, делегация жаңағы симай, сонда осылайынан отырғызып алып кете береді. Мынау киізінің өзі өзінің родной Қонаев атамыз аяғы тиген иісі мынаның сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мынаның бәрі электро терезе, мына түседі, міне қараңыздар. Бүкіл жұмыс жасайды. Кім ойлайды, кім ойлап жатыр қазір алматылықтарда біз Қонаев атамыздың машинасын жан-жағынан қоршап, ешкімді жақындатпай алып кетіп баратқанды ақиқатында ешкім білмейді Коробка автомат біз Европадан келді, Америкадан келдік дейміз, бірақ коробка автоматты СССР ойлап тапқан. Ойлаңыздаршы, қандай коробка передатчик автомат. Сол замандарда кожаный сиденье ол водительдерге, ал мынау былғарыдан, матадан ол бастықтарға да. Қандай? Қазір кожа, рожа деп өзімізше кісі боламыз ғой. Бұл ыңғайсыз дейді да негізі. Қазақтың байлығы ертең өзіне керек болады деп қаншама байлықты жасырып қалған Қонаев атамыздың автокөлігіне Ферторино майын құяйын деп жатырмық, бауырлар. Неге десеңіздер, бұл жерде Феррари, Ламборгини, бүкіл машиналардың допускысы бар, өте мықты май. Сол үшін атамыздың автокөлігіне осы брендті құятын боламыз. 540 майын. Жасалынған жұмыстар, бауырлар, моторға Ферторино майы құйылды, 540. Баллонға силикон жағылады, полный машина жуылады. Мынаның ішіне антибактериал жасалынып жатыр. Енді жалпы ол не үшін десеңіздер, ішіндегі микробтың бәрін өлтіреді. Жалпы жасалынған жұмыстар осы. Алла разы болсын, бауырларымызға осындай қызмет жасап жатқанына істеріне берекет берсін. Бауырлар, Дінмұхаммед Қонаев атамыз құсап, елге жерге қызмет етейік. Осы көлікті түсіру маған бұйырған екен, өте қуанып тұрмын. Бұл да бір Алланың белгісі шығар, мықты деңгейде жұмыс жасауға тырысу керекпіз. Енді GT Oil сервисіне Алла разы болсын, рахмет. Осыны 1,5 жыл алдын жаңағы жүретіндей состояниеға келтіріп берген, әрдайым майын бәрін ауыстырып, тексеріп, реттеп беріп отырады екен.